Айбар Жанабергенов, Ақтөбе облыстық ішкі істер департаменті бастығының бірінші орынбасары. Өзен Зимайлым қазіргі таңда Ақтөбе облысының әкімшілік ғимаратының шатыры жану оқиғасы тіркелді сағат 20:28 уақытта. Сол хабарлама бойынша Төтенше жағдайлар департаменті барлық жеке құрамы жедел түрде жұмылдырылып, осы өрт орнына келді. Қазіргі таңда өрт орнында жедел штаб жұмысын атқарып жатыр. Осы барлық өрттерге Төтенше жағдайлар департаментінің 33 техника және де 113 жеке құрам жұмылдырылуда. Қазіргі таңда өздеріңіз білесіздер, өрт оқшауланды. Ары қарай осы сөндіру жұмыстары ұйымдастырылуда. Нақты себебі қазір өрт толықтай сөнгеннен кейін анықталатын болады, біз қосымша баяндайтын боламыз. Оқиға болған кезде қызметкерлер болған ба? Құтқарушылар сіздердің тараптарыңыздан? Жоқ, бізде ондай ақпарат жоқ. Тек қана біз қазір сыртта сол ішкі өрттермен айналысып жатырмыз, сол адамдар болған. Зардап шеккендер жоқ. Біз қазіргі уақытта әрине дерек бойынша қозғалады, қылмыс сол бойынша қосымша уже зерттелетін болады. Тек шатыр ма өртеніп жатқан? Тек шатыр өртеніп жатқан қазір.